Жүністің Досмұхамбетті өлтіріп, Моғолстан тағына ие болғанын естіген шығарсың. Ол сұмырай, қырдың қос қарақшысы Керей мен Жәнібекке жел беріп жатқан көрінеді. Мұны құр жіберуге болмайды. Моғолстандағы аласапыранды пайдаланып, Жүніске тұтқиылдан шабуыл жасап, Алмалықтың асын үстіне келтіруіміз керек. Сонда қазақты қайтпекпіз. Шекараға солар қорған боп тұр емес пе? Қазақтың ахуалының оңып тұрғаны шамалы. Сыбайлас ешкімі жоқ. Үйірінен айырылам, көк жылдай жалғыз қалды. Оның үстіне қару-жарағы сай емес. Сенің не ойлағаның бар, Ахмет? Тақсыр, қазақ жайлы ойыңыз тым ұшқарлау екен. Олар сіз ойлағандай аса осал жау емес. Кезінде талай қырғында бірге сүлең салысқанбыз. Өлген тірілгеніне қарамай соғысатын жау жүрек халық. Соғыс айласы да бір басына жетіп артылады. Мені ноғайлы жайы мазалайды. Ноғайлы қолы қазаққа қарсы қару сілтеуі не ғайбел. Ежелден төскейде малы төсекте басып қосылған ел еді. Енші бөлісіп тарасқан кеше ғана осы шағын ескергеніміз жөн. Дәл қазір оған бас қатырар шақ емес. Екеуің де олжалы боласың.